біздің сүйікті оқырмандарымыз. Талапты бала талпынған құстай, құмары қанбас аспанға ұшпай деген қазағымыздың қанат сөзі біздің оқушыларға арналған секілді. Осы аптада оқушыларымыз көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Екінші 7 сынып оқушылары арасында өтетін зерде республикалық зерттеу жобалары конкурсына облыстық кезеңнен Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің оқушылары бірнеше жүлделі орындарға ие болды. Атап айтсақ, ағылшын тілі пәні бойынша Сергекова Камила 2-ші орын, жетекшісі Сәдуова Ақбөпе. Орыс тілі пәні бойынша Адия Боранбай 3-ші орын, жетекшісі Кауетова Галина. Этно-мәдениет секциясына Меруерт Тұрсынбай 1-ші орын, жетекшісі Қаржас Айжан. Тарих пәнінен Али Ашим 3-ші орын. Экология секциясынан Айжан Бекболат 3-ші орын, жетекшісі Айханова Айнаш. Және 6 оқушы сертификатқа ие болды. Республикалық кезеңге Меруерт Тұрсынбай жолдама алып отыр. Меруертке сәттілік тілейміз. 5-6 сынып оқушылары арасында республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінен 6 сынып оқушысы Рамазанова Айгүл 2-ші орын, жетекшісі Қаржасов Айжан. Жаратылыстану пәнінен 5 сынып оқушысы Айгүл Жұмабай, жетекшісі Омакаева Сабина. Математика пәнінен 5 сынып оқушысы Мақсат Сәлимов, жетекшісі Дербесов Дулат 3-ші орын. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 5 сынып оқушысы Аида Үмбетай, жетекшісі Көзембаева Мейрамгүл 2-ші орынға ие болды. Еліміздің болашағы білімді ұрпақ деген сөз бар. Осындай білімді ұландарымыздың арқасында еліміздің болашағы жарқын болары сөзсіз. 10 ақпан күні Қарағанды қаласындағы Болашақ академиясы жоғарғы сынып оқушылары арасында олимпиада ұйымдастырды. Химия пәнінен Қарағанды облысы бойынша қатысқан 14 оқушының ішінен суырылып, жүлделі 2-ші орынға 11-ші сынып оқушысы Түкенов Дәурен ие болды. Сонымен қатар, үздік шыққан Дәурен Болашақ академиясының 1 жылдық курс оқуының 50% жеңілдік сертификатын алды. Оқысаң озарсың деген аталы сөз бар. Бәрінен оза шауып, биіктен көрінген Дәуреннің жолы әрдайым ақ болсын. Осы аптаның жағымды да жақсы жаңалықтарының бірі. 14 ақпан күні Сәкен Сейфуллин атындағы мектеп гимназиясы базасында республикалық Мұқағали оқулары байқауының қалалық кезеңі өткізілді. Қаланың жалпы білім беретін мектептерінің 8-11 сынып оқушылары арасында Мұқағали Мақатаевтың шығармаларын насихаттау, оқушылардың поэзияға деген құштарлығын арттыру, өлең сөзінің құдіреті мен қуатын жанымен сезініп, жүрегімен түсіне білуге үйрету. Мұқағали оқулары бойынша сәйкес 3 номинация бойынша өткізілді. Байқауға 12 оқушы қатысты. Соның ішінде көкірегімде жыр сәулесі маздайды номинациясы бойынша 1-ші орын Қайрат Әлихан, жетекшісі Қарабаева Фарида. 10 ақпан күні Нұрғиса Тілендиев атындағы балалар музыкалық мектебі базасында English Song Festival 2023 ағылшын тіліндегі әндер фестиваль байқауы өтті. Конкурстың мақсаты ағылшын тілі мұғалімдер мен оқытушылардың ағылшын тілді елдердің ән шығармашылығы мен музыкалық мұрасын зерделеу арқылы шет тілін оқыту әдістемесін тиімді пайдалануға тарту. Бұл байқауға 11 жалпы білім беретін мектебінен 24 қатысушы қатысты. Байқауға қатысушылар жас ерекшеліктері бойынша өнер көрсетті. Байқау қорытындысы бойынша келесі орындар анықталды. Бас жүлдені 8-ші сынып оқушысы Берік Ануар, жетекшісі Тусипалинова Бейсенкөл. Лицейіміздің оқушылары Кастер Атласы агитеатрлар қалалық байқауында бас жүлдеге ие болды. 20-24 ақпан аралығында лицейімізде дені саудың жаны сау атты дене шынықтыру апталығы басталды. Осы апталық барысы бойынша көптеген жұмыстар атқарылды. Негізделген жоспарға сәйкес атқарылып жатқан іс-шаралар барысын мектебіміздің әлеуметтік парақшасынан тамашаласаңыздар болады. Ендігі кезекті спорт жаңалықтарына берсек. Тоғызқұмалақтан 15, 17, 19, 21 жастағы жасөспірімдер мен жастар арасындағы Қарағанды облысының жекелей чемпионатында лицейіміздің 11-ші сынып оқушысы Шілебаев Әсет 1-ші орынға ие болды. Грэпплингтен Азия Open 2023 халықаралық турнирінде лицейіміздің 10-ші сынып оқушысы Дүйшенков Ерсайын жүлдері 3-ші орынға ие болды. Жалпы білім беретін және мамандандырылған мектеп-лицей интернаттар 9-11 сынып оқушылары арасында гандболдан ұлттық мектеп лигасы бойынша облыстық жарыста лицейіміздің оқушылары жүлделі 3-ші орынға ие болды. 2008 жылғылар және одан кіші жасөспірімдер арасында Қарағанды облысының біріншілігінде баскетболдан Шахтинск құрамасы жүлделі 2-ші орынға ие болды. Ұлттық мектеп лигасы аясында 5-6 сынып қыздар арасында өткізілген қалалық волейбол жарысында лицейіміздің оқушылары жүлделі 2-ші орынға ие болды. Жалындаған жастарымыздың жарқын жеңістері көп болсын. Әзірге айтарымыз осы. Мектептегі ең өзекті жаңалықтардан бірінші болып хабардар болыңыздар. Instagram парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.